одан кейін алтынай. Осы екі қыз Сәлеметсіздер қатысушылар, менің аты-жөнім Омар Абдығаппарұлы, Мойынқұм аудандық Қылышбай ауылы Әртай Төлепберген атындағы орта мектептің 9 сынып оқушысымын. Менің бүгінгі қорғайтын жобам көпқа дүкеннен емес, бақшадан. Сіздер не себепті бұлай деуіңіз мүмкін. Мен ескі күндердегі филияларды жасап, оны денені жақсы жуатын, машина әсер бар өсімдіктер өсіруге бел будым. Ол қандай өсімдік десеңіздер, бұл люфа. Люфа дегеніміз не? Люфа дегеніміз астабақ тұқымдасына жататын бір жылдық шөптес өсімдік. Бұны шөптегі Тайланд, Қара теңіз, Вьетнам, тағы да басқа шетелдерде. Яғни көкөніс көп өсірілетін субтропиктік аймақтарда. Мысалы, бұл люфаның шағын маркет. Яғни бұны өсіру жолдарын көрсете кетейін. Бірінші, қарашекке бай топырақты алып, бір күн бұрын жібітілген дәнді алып, 2-3 см тереңдікте егеміз. Еккеннен кейін оны күніне 1 метр суғарып тұру керек. Өйткені бұл суды жақсы көретін, күнге бағытталып бөлмелеп өсетін өсімдік. Бұны шұқылап құюдың қажеті жоқ, өйткені тамыры шіріп кетуі мүмкін. Алғашқы 8-12 күннің ішінде 2 жапырақ пайда болады. Пайда болғаннан кейін оны енді бақшаға егуге дайын. Енді отырғызғаннан кейін бөлмелеп өсуіне жағдай жасауымыз керек. Яғни бір қада қағып, оған шкабаттар байлаймыз. Бұл өрмелеп өсіп, күнге бағытталып өзінің жемісін береді. 1,5-2 айлық шамасында гүлдену кезеңі басталады. Гүлдену кезеңі басталғаннан кейін бізге алғашқы жемісін береді. Ол алғашқы жемісін мысалы салатқа, тамақ істеп ішуге болады. Ал енді уже 3-4 айға келгенде люфаның сыртқы қабығы қатып, бізге керемет сыйлық дайындайды. Мысалда бұның ашылуы өте оңай. Бір егер бұл пітір-пітір шығады. Көрсетіп жүрмін оны. Түнен көз дәндер шығады. Дәндер осы қара түсті, қош жұмысты, аталық және аналық жұмысты бірге орналасады. Егер зерттеу нәтижесінде өсіремін десеңіздер, сізге тұқым беріп. Оны мысалы ашу өте оңай. Осылай ашып отыра бересіздер. Мысалға ашудың тұқымдарын бәрі ашылады. Ал бұны дайын қолдануға сіздердің уақытын көрсетейін. Мысалға, мен әлдена көпіртетін ферриті қосып әдетедім. Мысалға, бір салып, бұл құрақкенде қатты, бірақ суға салғанмен бұл өте жұмсап, синтетикалық бұдан некесе қатты көпіреді. Мысалға, оның ферри азып тұрайып, синтетикалық бұдан жақсы көпіретін нәрсе. Бұны болғаннан кейін жер жақсы жүретін, ылғалды жерге емес, салқын жерге қою керек. Бұл өйткені өріп кетуі мүмкін. Мысалға, бұның қолдан салаларын айтатын болсақ, бұның қолдан салалары өте көп. Мысалға, тамақ өнеркәсібінде, медицинада, көлік өнеркәсібінде, ауыл шаруашылығында. Мысалға, қолөнерде мысалға қарап отырсаңыздар, мысалға үлкен кісілер моншаға түскенде арқасынан езетіні, мысалға мас шалғысы, ұлтарақтары, мысалы үлкен кісілердің аяқ ауыратын болса, моншаға түскеннен кейін аяққа тиетін болса, аяқтағы ауруды өзіне сіңіріп, машина әсерін береді. Бұл ешқандай зиянсыз биоотырайтын өсімдік. Мысалы қыздар көп боянғаннан кейін жуу керек болады. Мысалы спонж, бетті жақсы жуады. Мысалы қолөнерде мысалы осындай сөмке болмаса басқа заттар тоқуға болады. Ал енді тамақта шамамен 1,5-2 айлық кезінде тамақ істеп ішуге болады. Мысалы көліктің моторын прокаткасы болмаса, аяқ төсегін ішінен ауыстыруға болады. Мысалға, дауыс үдеткіш ретінде қолдануға болады. Ал енді медицинада мысалға мононуклеоз ауруларының алдын алатын өсімдік. Ауыл шаруашылығында мысалға жапырағын, сабағын, басқа да жерлерін малға азық ретінде беруге болады. Енді бұны құрылымын түсіндіріп өтетін болсам, люфаның сыртқы қабы қатты, асфальтын жағын өсімдік, және бұның сабағы жақсы түсті 3-6 метрге дейін жетеді. Сиында тәрізді, жапырағы 5 тілімді алақан секілді, гүлі сары түсті, қош түсті. Менің мысалы сіздерге ұсынысым, синтетикалық губкадан гөрі табиғи өнімнің ешқандай шығынсыз осыны пайдаланайық. Зерттей келе
синтетикалық губка мұнай қалдықтарынан химиялық элементтерден яғни қоқыстан жасалатын нәрсе. Бұл ыдырамайды, денеге аллергия береді. Бұл және жиі иістенеді. Ал бұл таза табиғи биоыдырайды, ешқандай зиянсыз, бір рет суға салып пайдалана бересіздер. Бұл аллергия бермейтін табиғи өнім. Енді менің ұсыныстарым. Мысалға, қағазда видео түсіңізші. Менің ұсыныстарым синтетикалық губкадан гөрі табиғи юфаны пайдаланайық. Екіншісі, мектеп бақшаларында, үйдегі бақшаларда осыны тәжірибе ретінде өсірейік. Үшіншісі, қоршаған ортаны қорғауға атсалысайық. Мен назарларыңызға рахмет. Видео дұрыс қой? Видео дұрыс. Оны мысалы өсу үшінші бұл ұзындық сабағы өте ұзын, 3-6 метрге жетті. Оны не шуат тұрады ғой. Абылай бұл өсімдік таңдап осындай ғылыми жұмыспен айналысуға кімнің идеясы? Бұл негізі менің әпкемнің идеясы болған. Менің Шарипа деген әпкем осындай өзінің үйінде өсіреді. Сол кісінің кішкентай кезінен көріп осыған қызыққан себебім бұрынғы ата бабаларымыз бұны пайдаланған екен. Идея айтты ғой саған, иә? Осыны өсіріп көріп, осыдан ғылыми жоба ретінде пайдаланды. Қалай өсіретін барлық жолын сұрадым. 1,5-2 айлық кезінде гүлденеді. Гүлденгеннен кейін шамамен уже екінші айдың жартысына келгенде бұл уже алғашқы жемістерін бізге береді. Оны әрине қолдануға болмайды, бірақ жеке жарамды. Уже 3-ші айға келгенде өзінің сыртқы қабы қатайып, ішіндегі талшықтар қатайып, уже бізге машалка немесе губка ретінде пайдалануға болады. Иә. Телефонын көрсетейін. Yeter. Bu tabiatın neyin tehlikesinden biri büyük var. Слушайте, часто говорят, Bu sana bölme işi götürmüşsek, bölmeyi Видео, дауысын өшіріп қойып әшейін видеосын көріп көрсе қайтеді. Иә, өз сөйлейді. Өз сөйлейді. бұл енді 2,5-3 айлық кезінде телефон. Бұл қазір әрі қурамаған, яғни ішкі қабығы әлі бос. Сырты сәл қиырақ ашылады, бірақ бұл сыртқы қабығын малға жемесіне кептіріп беруге болады. Қандай пайдасы бар? Тек мысалы губка ретінде, матал ретінде, малға береміз, танылғанда емдік қасиеті бар? Емдік қасиеті бар. Азық түрінде қолданса болады? Азық түрінде қолдануға болады. Мысалы 1,5-2 айлық кезде бұны Вьетнам мен Қытай және Қара теңіздің жағалауларында бұны қымбат ресторандарда салат және тағам ретінде істейді. Вьетнам, Қытайда біз жемесе? Біздің Қытаймен шекаралас ауылдарда бұны қолданылады. Теңіз сонда осы губка ретінде пайдалану мақсатында ақшасында еңті басында? Жоқ. Бұл мысалы дайын бизнес, бұл мысалы тәжірибені сатылым тұрыз, бұл 6.000 теңге. Ішінде 2 машалкасы, бір губкасы болады. Сол 6.000 теңге. Бір сол үшеуіңіз 6.000 теңге болады. Сондай мақсатқа сен жаңағы барып көріп Батыс көрген қызлар осыны сол. Өзінде ектің, иә, мына шетте өзің екенің ғой, әпкеңнен тұрып шығып деген. Мойынқұмда ектің ғой сонда, иә, Мойынқұмда деген ба? Иә. сонда мысалшы ары қарай бұны жалғастырып жатсаңызшы, мысалы мынандай макет түрінде емес, енді макет түрінде кішкене бір мысалы ары қарай келесі мысалы кезеңдерге үлкен жағдай болыватса, сіз осындай қолдан өсіруге мүмкіндік бар ма? Мүмкіндік бар. Бірақ ол үшін бөлме температурасын дұрыстап, терсең алдына қою керек. Бірақ ол үшін бөлме температурасы 22-25 градустың аралығында, одан ары не кем болмау керек.
себебі тамырын кептіріп жібереді. Осындай нәтиже алатындай өсіре аласыз ба мысалы? Мысалға оны осындай нәтиже алу үшін біраз 3-4 ай күту керек. Өйткені бірақ андай екі осындай өсуге болады. Осындай кезге өсіре аласыз ба негізі ары қарай үй жағдайында? Болады ма өсіруіңіз? Болады. Бірақ бұны бір күн жетпей тұрып бір күн бұрын жұмыту керек тезірек өсу үшін. Күніне 1 мезгіл суарып тұрсаңыз да жетеді. Қолыңыздан келеді ойда үй жағдайда. Бүйтіп бұлай емес кәдімгі тірі күйінде жазу.